Xayrlı gün, hürmetli cemaat. Bugün uylap oturam. Нәрсе турынан сөйлейм әлмейдім. Тігі сыйырлар турынан. Халық бек қызықсынып қараған. Бек көп кіші анда 2 тәулік арасында 2900 кіші қараған. 39 лайк қойғанlar. Һәм тағы нәрсе анда әлі. Комментарийлар алай көп түгіл, но енді орысша айта бет, молчание знак согласия. Шунысы яқшы. Біздің татар халқында шунысы ұшы кіші аңлый міне мәселен. Әріпләшіп тұрмай. Әріпләшсе ол биттігі міне құралсыз, ғаскәрсіз бит, қаршы шығып болмай шун шекілі. Ауыл құрал, ғаскәр, орысша айтмышлы, образно говоря, ол сенің тілешәңгіне түгіл, аргументлар, фактлар, мәселен, кімдір Татарстан ауылынан келген кіші сөйлесе, мен қаршылашып тұрмай, мен тыңнап тұрам. Шуңа көре, міне мен аны қазір Алла берсе давам етірге ойлайым. Тігі башта ойлаған, мен айтам, өзлерінен ішкі болса сөйлешіп, шетке камераны қойып, далилләсінлер, тігі айтқан сөзлеріні кіші айтмасын, өзі тігі бармақтан суыра болған шундай вақиғалар, фактлар. Жас ойлайым, кіші битаны нәрсе дейлер әлі ойлап шығарасы келсе де сөйлешіп бола бейді. Шуңа көре мен айтам, яны. Қазір міне мен бүгін нендей фикірлерге келдім. Жамағат ол міне мен үйдегі башқа келгеніне соңырақ айтам. Ең бірінші айтасы келе нәрсе хақында. Біздің ауылда мен мәселен орыс ауыл деп санадық, туған тілі бізде сөйлешедірек. Мәселен мен көршілеріні көрсем татарша сөйлешем, район өзегінде сол Илецк Түстүбе деген туғанларыны, танышыларыны көрсем татарларыны сөйлешедірек, татарша мәселен. Қойда тағы міне мәселен. Хатта енді уақыт ұза, мен аға иска түшіріп айтсам, уақыт ұза. Міне мұнда келдім мен, ең бірінші шунсы көңілде қалды, көңілде қатырда қалды. Әлі мәшітті, атына кешті, мұнда тәубә мәшіті деген бар, шунда дини оқуларыны ұйыштырдылар. Мен енді қалдым да тыңнап отырам. Алар орысша башлап жіберділер, орысша кеттілер. Мен тұрдым да кеттім. Шынасын орамда бір мәшітінің имамы яшкіні, абы қая кетіп барасыз? Оқу бара бейді. Мен айтам, мен Оренбур өлкәсінен келдім, абыйымда бір мәрхум айтқаны, өзіміздің халық арасына келдім, туған тілін ештерге. Амда мен айтам, сіз 2-3 орыс үшін анда нетіп ятасыз, орысша беріп ятасыз. Шуны. Алар енді шағыштырмайым, шынки шағыштырар башласаң, ол кімдір құптара дейлер, разжигает дей, нәрсе дей. Айтмайым мен шағыштырып, мені кересінше мені болса, тігілей деп, жоқ. Үйренсінлер. Мен мені Одессаға бардым, анда мәселенше тапқыр ғарап мәдениет өзегінде мәшіт бар. Анда вағаз оқилар, құтба емға сайын. Мен хатта yazып та қойдым ютубта тұра. Мен бірді қышқырмадым бейт, әйтігіз татарша мен аңламайым, міне мен келдім. Орысша деп қышқырмадым, ғарапша сөйлейлер. Шынки анда көбісі ғарап. Енді мен міне Тулай тұрғанда, ол милли мәселелеріні әңгімелерді қозғалтадыр. Шуңа көре мені көзетіп қалғанларда, енді мен бір уақытта бөлмеме шақылдата бірау. Кім десем, ол Киевта, Украин ханымы, хатынанын, Маржа енді. Шуларға үйленген ол өзі. Мұнда бізде шул тігі иштимақ өзекіні ұйыштырып қайтау. Мені аңладым соңыдан енді бұл Татарстан өлкә комитеті тарафынан ұйыштырылған енді ол. Шуна команда бергенлер, шынки мұнда мэрияда буйсынадыр, бірінші шәһәр комитетінің бірінші секретары Сархатибі де буйсынады, һәр қайсы башта, соңыдан мэрия буйсынадыр, құмаш ауламайлар, алар шул хатта мэрияның
нейіне бинасына барып шында трибуна шекілі шығып шықыралар, азатлық деп. Мен міне шушынан шықсам үйден шу жаққа барға ол яңғырап тұра. Мен айтам, әлі мен аңлап тұрам нәрсе алар шықыралар, нәрсе тілейлер, ниетлері ненде. Мен айтам, бұтан кіші аңламай ол әлешік тітрәніп кетір деп. Шул милләтші болған екен. Әлік милләтші болсаң, ол яңадан келгәш кенә милләтші болдың ба? Әлік өзі бұл Киевта тұрып, туған тілінде білмейді, татарша, орысша сөйлеше мен білен. Анда тағы бір табиб бар, достым болған ел. Мен аға Татарстанға ұзырға ярдәм еттім, бек көп тігі газетте бастырып, анын мәқалелерін, шынасын типографияда көп тиражлы ясадым, столбаға ябыштырып бердім, тігі жеңіп шықты. Ол имеш милләтші, бек шынды кішілі милләтші, татар милләтшісі. Өзі бір сөзді білемекен татарша, бір сөзді білмей. Тағанда бізде бір адвокат болды. Ол татар іштемаға өзәгі аны шул тігі нәрсәлі бір жиылыш аны тақдим етірге тиіс, шундай тәртип болды. Выдвинуть собранием деп шул татар іштемаға өзәгіден шықты да, жеңді ол, татаршан педри анда іштемаға өзәгінің отырышында орысша шығышлар ясады, чүнки татарша білмейдірі. Енді мен қазір тігі айтасын келі, міне мұнда келдім Татарстанға мен. Әлі не айтасын келі? Менің бір достым мәселен, башқұрт малайы, ол орысша сөйлеше менде. Апамның екі баласы, бірсі қыз, бірсі малай, екеуі әти әнисалар білен татарша сөйлеше, жауап бере татарша, бұлар орысша тұрыша, шынасын яри тігі апамның қызы шын татарларға шықты да, шул татарша алар үйреттілер аны сөйлешерге. Бұл апамның малайы хаман орысша сөйлеше. Шынасын достым келі бері бір Қазақстаннан білмей, еме айтам, қазақша сөйлеш. Шында тұрған тумыштан башлап орысша сөйлеше. Мен енді аптырағаш міне шусына әбилер бар, шолар білен сөйлешем, мен айтам, тіліні жоғалтмасқа. Жамағат мен аптырадым. Бұл ненде мүнәсәбәт болды туған тілі бізге? Бұл бит туған тіл енді ана тілге тең. Ана тілге. Мәселен, ата-ана ғұмырлікке келмеген дүнияға. Туған жеріңне қайсы уақытта бүтен жерге кетейшексің, бір яққа барасың сен. Нужда бабай қуама, түрлі тұрмышта бола өзгерішлер. Яныңда шул тігі туған тіліңіне қала. Ол барасың сен ауыр шақта кімге? Кіші ауыр шағында туғанлары еске түсірі. Барасың Қазақстанға, Қырғызстанға, Түркменстанға, Азербайжанға, Түркияға, хатта Гагаузия болсын, ол хатта түрки жемхуриятілерге, түрки өлкелерге. Анда татар тілінде сөйлешесің, бұл туғандаш халық екен деп сен білен үйілініп сөйлешелер, ярдәм етелер. Сен өзіңні енді нешек жәтем етіп санамайсың, анда тыйылмай сеңе. Хатта Түнияқ Кипрға барсаңда, анда да татарша сөйлешесің, сені хөрмәт етелер. Әнек біз бір шулай байлыққа ия болып, тігі әдем баласының кісәсінде алтын болсын, оланы таратып берсін, я керек ме деп баш тартсын. Бұл бит туған тіл алтын өзіне қалса. Бір оласың алтын ол міне қайтса елге барма, сенің мәселен нешек ярдәм етешек, ол ауыр шырда сеңе нешіктір таяныш бұла, бір тәймен етәз, ризық қыландыралар, сені яшәрге орын берлер. Туған тілің білен сен қоллансаң, сен хатта Түркияда өзбеклерге бар, татар тілінде сөйлешсәң, алар ишмасам сеңе ярдәм етелер. Біздің түрки халыққа мұсылман кішісі деп. Ишмасам шул яқтан да кіші аңларға тиіс бит аны. Әнек битараф өз туған тілінде. Біздің канун, яғни конституция қаршы тұрған тілдерге. Біз канунны бұзабыз мәлі туған тілі бізде сөйлешсек, тіліні сақласақ, аны сақларға тырышсақ. Жоқ, канунны бұзмайбыз. Әнек енді шундай әдемге күлкісіне қалдырып тілімізді біз туған тілімізде сөйлешмеше, шулай мен татарша білмеймін. Сеңе орден берелер. Әзірле тишік яса пиджагыңа. Орден ясап қоялар сеңе. Сен интернационалист боласың ма?